Адам өмірге Алланың жазуымен келеді. Алайда оның жақсы я жаман болуы тек қана маңдайдағы жазуға байланысты емес. Кей адам өзінің жеткен деңгейіне разы болып, сол деңгейде қала береді. Өзгелері болса барлық күш-жігерімен алға ұмытылады. Сол ұмытылысымен тағдыр жолында кездескен қиыншылықтарды жеңіп, биіктей береді. Себебі олардың арманы асқақ. Олар осы жолда өмірдің биік шыңдарын бағындырады. Ырысбек Сағатқалиұлы осындай тұлға еді. Ырысбек Сағатқалиұлы Найман руының өмір атасынан тараған ұрпақ. Ол 1945 жылы 1 қыркүйекте бұрынғы Семей облысы, Мақаншы ауданы, Бақты ауылында дүниеге келген. Әкесі Сағатқали 1945 жылы әскерге шақырылып, Жапон соғысына аттанғандықтан ұлын 4 жасында бірақ көреді. Анасы Қайникамал тракторшы болып еңбек еткен. Әкесі 1949 жылы әскерден келген соң бақташы болды. Ырысбек жастайынан еңбекке араласып, отбасының қиыншылығын бірге бөлісті. Соғыстан кейінгі ауыр кезеңде адам жетіспегендіктен ірі қара мал бағатын әкесіне көмектесіп, мектепке де 8 жасында кешігіп барды. 1953-1964 жылдардың аралығында Бақты ауылындағы орта мектепті ойдағыдай тәмамдап шықты. Ырысбек Сағатқалиұлы болашақта қандай маман болатынын бала кезінен білді. Ол мектептің жоғарғы сыныбында оқып жүрген кезінде Қытаймен шектесетін Бақты ауылында жаңа мектеп салынып жатқан еді. Бірде құрылыс бригадиріне ғимараттың сызбасы қажет болып қалады. Сол құрылыста жұмыс істейтін әпкесімен жездесі оны көмекке шақырды. Ырысбек Сағатқалиұлының сызбаға беріліп кеткені соншалық, өз өмірін құрылысқа арнамақ болды. Ырысбек Сағатқалиұлы 1964 жылы аты Кеңес одағына дүркіреп тұрған Жамбыл гидромелиоративті құрылыс институтына түсіп, 1969 жылы инженер құрылысшы мамандығын алып шығады. Оның жалындаған жастық шағы мен студенттік өмірі ұмытылмастай қызықты өтті. Институтты бітіре сала, жолдама бойынша Семей қаласына келіп, 1969-1978 жылдардың аралығында Семей азаматтық құрылыс трестінде, Водоканал строй мекемесінде мастер, прораб, аға инженер, жоспарлау бөлімінің аға экономисті қызметтерін атқарды. 1978-1983 жылдары спецстрой мекемесінде құрылыс учаскесінің басшысы болып істеді. 1983-1984 жылдары Водоканал строй мекемесінде өндірістік техникалық бөлімнің бастығы. 1985-1988 жылдары Семипалатинск Водстрой трестінің ПМК 68 мекемесінде басшы. 1988-1995 жылдары Семипалатинск Монолит строй мекемесінде өндірістік техникалық бөлімнің басшысы. Құрылыс басқармасының бастығы болып, Семей қаласында 16 қабатты монолитті үйлерді салуға атсалысты. 1995-1998 жылдары Гидрострой құрылыс мекемесінде прораб қызметінде жүріп, Семей қаласында 9 қабатты кірпіш үйлер мен тазарту құрылғыларын салуға белсене араласты. 1998-1999 жылдары Өскемен қаласындағы Ертіс құрылыс басқармасының УИС 1 мекемесінде прораб міндетін атқарып, аспалы көпірдің құрылысын жүргізді. 1999-2000 жылдардың аралығында Мега жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде құрылыс учаскесін басқарып, жаңа көпірдің жолдарын салды. Мен 1969 жылы Жамбылдың гидрометеостроительный институтын бітіріп, осы Семейге келдім. Факультет су құрылысын жүргізетін мамандықпен. Водопровод канализация дейді. Соны бітіріп келгеннен кейін осында мен Водоканал строй деген организация болды. Сонда мастер прораб болып, осы Семейдің барлық су құбырларын, дренажный ливной канализация дейді, соларын жүргізіп,
85 жылға дейін сол құбырын жүргіздім. Семипалатинский жилгражданстрой деген тіресті. Промстрой болды, объединение болды. Сонда прораб, начальник участка болып жұмыс істедік. 85 жылы Семводстройға мені начальником ПМК-ға направлять етті. Сонда начальник ПМК-ға 3 жыл жұмыс істегеннен біз мына жерде жаңа трес ашылатын болды. Осы монолит строй деген. Сонда начальник технический отделы болып, осы мына монолит құрылыстың бірінші рет осы бүкіл Қазақстандан ететін. Сол осы Семейде басталды. Одан біз мына ел техотделден Москва, Ленинград, Прибалтика барлық елдерді аралап, осының технологиясын осында әкеліп, осы үйлерді бастадық. Мына Елдарадан жандағы 16 этажды Дулатов көшесіндегі. Соң Валиханова ар жағындан ететтім. Оны кейін жаңа Семейде 2 үйдің коробкасын еттім, вокзалдағы үйлер. Сонда мен начальник управления болып істедім. 2001 жылдары Восток ПК компаниясында еңбек етіп, Көктем сауда кешенінің құрылысын жүргізді. 2001-2006 жылдары Мега жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде лауазымды қызмет атқарып, 9 және 12 қабатты монолитті кірпіш үйлерді салуға атсалысты. 2006-2011 жылдардың аралығында ЦСК 21 век компаниясында участокты басқарып, 15 қабатты Триумф Семей тұрғын үй кешенін салуға үлес қосты. 2011 жылдан өмірінің соңына дейін Астана электромонтаж компаниясында бас инженер, өндірістік техникалық бөлімнің бастығы, кадр бөлімінің бастығы сынды әртүрлі жауапты қызметтерді атқарды. Әр адам түбіне дейін мақсатына жете алмайды. Конечно, болды, бірақ мен өмірде карьерист болғам жоқ. Жігіттер сол жоғары бастық болып, одан жоғары барғысы келеді. Мен өзімнің мамандығым сүйгендіктен бе, қандай должностьта болсын, мен өзімнің сол неменемді, міндетімді аяғына дейін мен орындауға тырысатынмын. Енді бастық болып жүріп, қазір прораб болып жүрміз. Ары қарата министр менде ондай мақсат болған жоқ, карьераға мен ұмтылған жоқ. Әкеміз ғұмырының 50 жылдан астам уақытын өзінің сүйікті ісіне арнады. Үздік маман, білікті қызметкер, құрылыс саласын дамыту мен жетілдіруге елеулі үлес қосты. Нәтижесінде талай рет Семей қаласы әкімдігі, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі тарапынан алғыс хаттар, мақтау қағаздарымен марапатталды. 1973 жылы 7 қарашада жемісті еңбегі үшін Ырысбек Сағатқалиұлына Семей қаласының Ленин көшесінен 2 бөлмелі пәтер кезектен тыс берілді. Ол кезде жас маман отбасын құрып, үйленіп жатқан болатын. Ұжымға сыйлы, қызметтестеріне жан ашыр, әр қайсысының тілін таба білді. Жас мамандарға жөн көрсетіп, қолдау жасап тұратын. Жұмыс барысында өзіне де, өзгелерге де қатаң талап қоя білді. Ырысбек Сағатқалиұлы Құдай қосқан жары Жұмашу Қожабаеваға үйленді. Өмірге Нұрлан, Рахым есімді 2 ұлы келді. Жұбай екеуі 2 баласына лайықты тәрбие мен білім беріп, өсіріп жеткізді. Оларды үйлендіріп, 4 немере сүйді. Ырысбек Сағатқалиұлы ер адамға тән барлық міндетті абыроймен атқарды. Елі үшін аянбай қызмет етті. Жолдасына адал жар болды. Балалары мен немерелерінің барлық жағдайын жасады.
кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сөздей ақ болғаным. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Асқар тау әке, адал жар, ардақты аға, ақылшы ата, сенімді дос, әріптес. Ырысбек Сағатқалиұлының өмірден озғанына да биыл 1 жыл толды. Біздің жүрегіміздегі сізге деген сағыныш сезімі сөнер емес. Сіздің салиқалы бейнеңіз біздің жадымызда мәңгі сақталады. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Енді барлығына мені осындай мені сыйлап келгендеріңізге көп рахмет. Барлығына үлкен табыс тілеймін, бақыт тілеймін, дендеріңіз сау болсын, балаларыңыздың қызықтарын көріңіздер, балаларыңыз көрің. Жастар өздерінің теңдерін тауып, осы жаңадан жас Қазақстан Республикасының үлкен азаматтары болып атақты осындай біздің деңгейден асып, біз деген әлі баламыз анау бір провинция деген. Сендерде бір кірпіш дүниеде дейді, келген апта Барқала деген Абай атамыздың сөзі бар. Соны барлығына өздеріне тілеймін, бастарына бақыт берсін, аспан ашық болсын, Қазақстан жайнай берсін.